Амансыздар ма, құрметті әлеумет. Бүгін 20 мамыр 2022 жыл. Алдарыңызда Сихаев Айдархан Әшімханұлы, Тараз қаласынан. Құрметті әлеумет, біз бір тудың мағынасы әруақтық талап деген бағытта өз әңгімемізді жалғастырып келе жатырмыз. Біздің композициялық әрекетте жалпы адам болмысын сомдау, кемел адам, әруақты адам болмысын сомдау бағытында жүріп жатқанын естіп көріп отырсыздар. Яғни біз сол үшінде өткен жолы тарихымызға үңіліп, ұлы даламызда қандай белгілер қалды, ата-бабаларымыз қандай болған деген мақсатта біраз әңгіме айттық. Ол әңгімеміз өздеріңіз көзге көрінетін құндылық, яғни ата-бабаларымыздан қалған көзге көрінетін құндылық жайында әңгіме болды. Міне соның жалғасы ретінде бүгінгі әңгімемізде біз былай бастамақпыз. Құрметті әлеумет, яғни біз өздеріңіз білесіздер, Алматыдағы қанды қырғын оқиғасынан кейін біздің саяси мәдени қоғамдағы саяси, мәдени, рухани, әлеуметтік жағдай біршама күрделеніп, тоқырау үстінде тұрғанын байқап отырсыздар. Өйткені соны бәрі бүгінгі саяси өмірімізде қауырт бір өзгеріс, жаңалықтар ендіретіндей болып жатқан іс-әрекеттерді байқап отырсыздар. Яғни бұл қотабандар мен ақыллылардың күресінің жалғасы. Сол жалғасты, соны қотабандар мен ақыллылардың жалғасы бүгін қандай жағдайға келіп тұр? Яғни ол жағдай әруақты дәуірдің басталуына мен келіп тұр. Әруақты дәуірде қотабандық, арамзалық, алаяқтық, пенделік төрімен жойылады. Бұл соған қадам басқан кезеңде ойлаңыздар. Яғни біздің бұл саяси жағдайдағы елімізде болып жатқан оқиға бұл адамзат деңгейінде, геосаясаттық деңгейде де болып жатыр. Жан-жақта қандай оқиға болып жатқандарын көріп естіп, жағаларыңызды ұстап, қайда қарап, не айтарларыңызды білмей отқан жайларыңызды бәріңіз біліп отырсыздар. Сондықтан біздің айтайын дегеніміз, біз ең бірінші өзіміздің ұлттық деңгейдегі өз шамамызды, өзіміздің рухани болмысымызды, қандай болуымыз керек, қандай болған, қандай болуымыз керек, тегіміз қандай текке жетуіміз керек деген мәселені айтып, соған байланысты әрекетімізді анықтайын деп отырған жайымыз бар. Сол себептен бұл мәселемен біз қотабан биліктің айналыспайтынын көрдік. Олар тұқырған үстіне тұқырта беретініне көзіміз жетті. Сол себептен де, құрметті әлеумет, біз бүгін әңгімемізді өткен жолғы әңгімемізді жалғастырамыз. Өткен жолғы әңгімемізде сіздерге
петроглиф біздің дәуірге дейінгі 2,5 мың жылдық бұрын неолит дәуірінде деп айтамыз ба, арлаталарымыздың жасап кеткен көзге көрінетін ой түйіні, адам баласы туралы жасаған, жалпы елестетіп көруге болатын, түсініп ұғуға болатын астарын таңбасы, белгісі көрдіңіздер. Міне біз қазір көрсетіп қайтадан шығарып қояйық алдарыңызға. Міне бұл сурет, яғни дүлей қара күш иесі бұқаның үстіне мініп тұрған адам бейнесі. Ол күнбасты бейнеде сомдалған. Екіншісін, сонша дәуірден 4,5 мың бұрын салынған аталарымыздың дәуірін жалғастырып, бейнесін, туындысын біз бүгін мына алдарыңызға шығарып қойып, мынандай үлгіде, нұсқада жасап отырмыз. Яғни бір-бірінен былай қарасаңыздар айырмашылық жоқ. Мен өткен жолы сіздерге бұл екі дүниені түсіндірген кезде аса мазам болмай отырып, өз сөйлеу әрекетімде сөзді дұрыс қолданамай, тілім тұтығып отырып, өзіміздің сондай жүйкеміздің тозған жағдайында әңгімелеген едік. Соған қарай біршама өзімізге де ренішіміз бар. Әседе біз сіздерге жеткізуге талпынып бақтық. Кекеш болсақ та, сақау болсақ та, ымдап болсақ та, сіздерге жеткізіп, бір ой түйсіктерді жеткізу мақсатында жұмыс істеп жатырмыз. Соған байланысты біз өзімізге көмекші құрал ретінде артымызға аясында біз отырған аяда анау жалаудың суреті, кемел адам, әруақты адамның бейнесін іліп қойдық. Соны енді біз сөйлетіп сіздерге мағынасын түсіндіріп отырған жайымыз бар. Міне сондықтан құрметті әлеумет, біздерді сіздер түсінесіздер деп ойлаймыз. Өйткені бұны біз түсіндірмесек, сақау болсақ та, мылқау болсақ та, сіздерге мына Құртабан билік ешқашан түсіндіріп айтпайды, ұғындырмайды. Осы Құртабан қалпында сіздерді құлдықта ұстай береді. Яғни сол құлдықтан құтқару үшін біз сіздерге осындай әңгімемізді айтып отырмыз, шамамыз келгенше. Біз тіл маманы емеспіз деп айттық. Құрметті әлеумет, енді осы түсіндіре отырып, екі дүниемізді, жаңағы ата-бабалардың салған суреті мен өзіміздің салған суретінің байланысын айттық, айырмашылығын айтып өткен жолы біршама тоқталып өттік. Енді бүгін біз осыған тағы да көңіл аударайын деп отырмыз түсіндіру жолына. Өткен жылдары біраз адамдар оқып қалуы мүмкін, тек мынау бұқаны бағындырған ба, үстіне соған ғана шығып алған ба, бұл Құдай болмаса бұл бұтқа табынушылық деп ақымақтардың адамдарымыз көп, соны ойлауы мүмкін. Санасы құлдыққа айналып адамдарды айтып отырмын, ақымақ адам деп. Яғни пенделік болмыстағы адамдарды айтып отырмыз. Ал біздің салған бейнелерге қарап, бұл күнбасты адам, кемел адам, әруақты адам деп, бұда бұтқа табыну деп, олар тағы ойлап отыруы мүмкін. Міне осы мәселені түсіндіру барысында біз тағы да осыны кішкене айқындай өтіп, ары қарай әңгімемізді жалғастырсақ деген ойымыз бар. Яғни біз жаңағы ата-бабаларымыздың суретін салынған петроглифтің суретті бейнені сіздердің мазмұнын ашқан кезде біз жаңағы сол кездегі ата-бабамыздың танымындағы ұлы далада ең дүлей қара күш иесі бұқа деп қаралғандығы есеп. Өйткені аңыздарды білесіздер, жерді бұқа көтеріп тұрады екен, мойны талған кезде бір мүйізінен екінші мүйізіне ауыстырған кезде жер сілкінеді екен деген аңызды барлықтарыңыз жақсы білесіздер. Бұл көне дәуірден келе жатқан бір образдық бейне. Соған сәйкес бұл ұқсастығы сол аса аңдардың аңдары, тағылардың тағылар, жануарлардың ең күшті бағынбайтын жабайы аңды қара күш иесі бағындыру, бұл рәміздік үлгі, символдық белгі адам болмысының, адам санасының, қуатының, күшінің белгісі ретінде екі дүниенің тағылық хайуандық әлем мен саналық әлемнің күш әрекетін салыстыру үлгісінде көрсетіп тұрған. Яғни адам
мұнда жеңістік тауып үстіне шығып екі қолын жайып өзінің жаңағы даналығын, даралығын барлық жан иесіне, жалпы түгел жан иесіне, жер бетіндегі қандай хайуанат болмасын, солардың иесі солардың күшті, олардан күшті екенін, ақылды екенін, дана екенін бәрін бағындырып, соларға ие болатынын көрсетіп тұрған белгісі деп түсінсеңіздер болады. Міне осындай ауқымда тек қана бір жануарға қадалып емес, яғни оның ішінде арыстаныңыз да бар, су, яғни үлкен жыртқыштар, қандай үлкен жыртқыш бар, қандай үлкен, жалпы жер бетінде жан иесінің иесі, яғни ең күштісі, ақылдысы осы адам болып бейнеленген. Бұл сол палеолит дәуіріндегі, яғни ар аталарымыздың заманындағы сурет. Енді бізге одан айырмашылығы бұл танымдық жол, рухани танымдық жол, рухани болмыстық үлгінің тұрақты нұсқасы, құрметті әлеумет. Содан 4,5 ғасыр өткеннен кейін біздің бейнелеп отырған суретіміз соны образдық үлгі, жаңғырту үлгісі, бүгін өркениет үлгісінде жаңғыртылғандағы бейнесі, яғни жер бетінде тұрған күн басты кемел адамның бейнесі. Олардың байланыстарын сіздерге айттық. Бұл жерде тағы айта тоқтала кететін бұл ғарышта, яғни астында тірегі бар, жер деген тірегі бар, күн басты адам, кемел адам бейнесі салынған. Бұның айырмашылығы сол, бұл өткен дәуірден емес, бүгін ғарышқа шыққан, ғарыштың иесі, яғни күн жүйесіндегі тіршілік атаулының иесі, соған жауап беретін қуатты күш ретінде, саналық қуатты күш ретінде. Бүгін адамның рухани болмысының саналық деңгейінің мәнін ашатын бейне сурет, портреті, келбетін сомдайтын нұсқа. Ол жер үстінде тұр, яғни жер, соны кеме деп қарайтын болсақ, яғни ғарыштық кеме дейміз ба, су кемесі десеңіздер дейсіз ба, негізі ғарыштық кеме ғой, сондағы тұрған үлгі. Яғни онда тіршілік иесі тұрмақ, жалпы материяға, сол күн жүйесіне қарайтын, соны түсініп қарап, сол үлгі ұғындыратын саналы, жауапты ізгіліктің үлгісі болып тұрған көркем бейне деп алайық. Міне осы сол жағдайды қарап отырсақ, кемедегінің жаны бір дейді. Бәріміз енді бүгінгі өркениет дамуына байланысты рухани жаңғыру әрекеті алдымызға келіп тұр. Яғни біз жерді, экологияны білесіздер, жағдайды, жалпы саяси ахуалды білесіздер ғарыштағы. Яғни осыған ие болып, соған жауап беретін ізгілікті адамдар көбеюі қажет етіп тұрғанын аңғарып отырсыздар. Яғни бұл философиялық үлгі, ізгіліктік үлгі қай кезеңнен басталғанын көріп отырсыздар. Яғни бұл біздің ата-бабаларымыздың жасаған жасампаз адамды, әлемді танығандағы үлгісі екен. Яғни әр елдің салты басқа, иттері қарақасқа деп жер бетін айнала көшіп жүрген кездегі тұжырымған, танымдық, көпті көрген үлгісінен тұжырымдалған, жаңағы сомдалған адамды бағалау бейнесінде екенін көріп отырсыздар. Құрметті әлеумет, міне осындай әрекетте отырып біздер сіздерге көзге көрінетін құндылық мәселесін алдарыңызға тарттық. Яғни бұл көзге көрінетін құндылық, мүліктік құндылық, яғни әруақты адам бейнесін салдық. Бұны түсіндіру барысында сіздерге айтып отырғанымыз, мысалы, бұл таңба үлгісінде бейнеленген петроглиф суреті. Бізге де сондай таңба үлгісінде бейнеленген жаңа сурет. Бұл бейнелеу өнеріндегі белгілі бір тұрғыда қарағанда жаңалық. Біз сіздерге өзіміздің туындымызды көрсетіп отырып, жаңадан сомдау мәселесіне атсалысып отқанымызды көріп отырсыздар. Ол негізі концепциялығы әруақтық болмыс тұрғысында тұрып, соны түсіндіріп ұқтыру мәселесі, сіздерді рухани жаңғырту мәселесі, яғни елімізді рухани жаңғырту мәселесі. Біз құр заңдармен, құр адамдарды соттаумен рухани жаңғырмайтынымызды көріп отырсыздар.
құр саясат ештеңе табылмайды. Яғни руханиясыз болмаса, өзіңнің рухани болмысыңды танымасаң, білмесең, адам баласы басқа нәрсені жөндей алмайды. Яғни экономиканы да, саясатты да, руханилықты да, әлеуметтік жағдайды да жөндей алмайды деген мағынаға тіреп отырмыз. Яғни бұл біздің салған суреттеріміздегі әруақты адам, бұқа үстіндегі әруақты адам сол кезеңде, сол дәуірде ата-бабаларымыз солай ұққан екен. Бұл дәуірде турасы ата-бабаларымыздың дәуірімен әруақты адам жер бетіндегі көрінісін біз де солай оқып отырмыз. Байланысымыз бәр адамнан, әруақты болмыстан асатын үлгінің жоқтығын көрсету. Бұл көрсету таңба үлгісінде сіздерге беріліп отыр. Яғни бейнелеу өнері таңба. Сызықтан босылатын болса, бұл таңба. Жалпы біз сіздерге суретші туралы әлі өз алдында бөлек суретшінің қоғамдағы орны туралы бөлек әңгімемізді сіздерге айтамыз деп ойлаймыз әлде болса. Яғни құрметті әлеумет, бұл кейбір ғалымдардан бұл белгілі бір ғылымдағы, математикалық ғылымда, бұндағы физикадағы, немесе химиядағы жазылып көрсетілетін формулалар емес. Бұл рухани үлгіде көркемдік бейне, рухани әлемге үңіліп, адамның даму эволюциясын анықтайтын, соның түпті нұсқасын көрсетіп тұрған белгі деп ұғыңыздар. Міне осы белгіні біздің ұлдауды табылғаны бізге өте қуаныш, соны сомдап жасап отырған бізге де өте қуаныш. Өйткені біз сол ата-бабаларымыздың тегін арқылы екенін осы бейнелеу арқылы байланысын жасап жатқанымызды көріп отырсыздар. Яғни бұл заңдылық деп ұғайық. Яғни құрметті әлеумет, сіздер де осы бейненің иесіздер. Сіздер әрқайсыларыңыз осындай күн бейнелі адамсыздар. Мәселе сонда. Бұл күн бейнелі өлген құр сурет деп біздің бір надан жаңағы ақымақтардың ойында емес. Сіздер бұған үңіліп, сіз өзіміздің жеке портретіміз, біздің сұлбамыз деп түсінгендеріңіз дұрыс. Кішкентай балаларыңыз болса, кішкентай балаларыңыз, қыздарыңыз болса, қыздарыңыз, ұлдарыңыз болса, ұлдарыңыз, өздеріңіз, ата-апаларыңыз, жігіттеріңіз, жалпы бүкіл семьяда қандай кісілер бар, бүкіл елімізде қандай адамдар бар, қандай қызметте болмасын. Бұны қарап өзіміздің негізгі бейнеміз осы екен деп ұғуларыңыз керек. Бұл сіздердің бейнелеріңіз. Біздің ата-бабаларымыздың бейнесі өткен дәуірден 4,5 мың дәуір бұрын осылай көрініп тұрса, сіздер соның қанынан жаралдыңыздар, соның тегінен жаралдыңыздар, соның дәстүр үлгісімен дамыдыңыздар, шежіремен ұлғайдыңыздар, адаспадыңыздар, бүгінге жеттіңіздер, өсіп өнгенмен де жоғалмадыңыздар. Атауларыңыз өзгеріп, неше түрлі аталарымыз болғанмен де атақтары өзгеріп, құрылымдарымыздың, ұлттық құрылымдарымыздың атаулары өзгерсе де, осы рухани болмыстық арна бізді осы бүгінге жетектеп келді деп айтып отырмыз. Яғни құрметті әлеумет, бұл сіздердің бейне, сондай әдемі, әсем, күн мінезді, шуақты, көркем, нұрын шашқан, жан-жағын жарыққа бөлеген, сондай әсем, әдемі, талғампаз, жарық адамсыздар. Сіздер жеке жүрсеңіздер де осындай жарық, қара түнекке жарық беріп, бәрін көріп, бәрін көрсетіп отырылатын мүмкіндіктеріңіз бар. Сіздер танымның үлгісіздер, руханилықтың үлгісіздер. Сол себебінде ізгіліктің үлгісі, ішкі рухани болмыстарыңыздың бейнесі, көркем бейнесі осы деп түсінулеріңіз керек. Сіздер. Біз осыны салғанда ата-бабаларымыздың әруақтық болмысына негізделе отырып, жалпы адамның болмысын жасадық. Бұл тек қана сіздер, нағыз адамсыздар. Яғни кейіптері бұнда адам болғанда бұның тек ұлттық қана құндылығы, тек бетіміз томпайып, бетіміз жалпайып, пұтымыз қисып, көшпенділерді суреттетін жағымсыз бейнеде емес, сіздер осындай жағымды бейнеде көрінулеріңіз көрініп тұрсыздар. Өйткені сіздердің рухани әлемдеріңіз сондай болған. Бүгін жоғалтып алсаңыздар, енді осындай болуға тырысуларыңыз керек.
сіздер біз не істейміз, қандай боламыз дегенде біздің әңгімеден міне осындай болу керек деген біздің жалпы үндемейтін нұсқада сурет бейнесінде сіздерді көркем бейнелеріңізді ашып отырсыз. Бұл сіздердің әрқайсыларыңыздың портреттеріңіз, әрқайсыларыңыздың нұсқаларыңыз, сұлбаларыңыз. Яғни құрметті өлімет, бұл сонымен қоса тек қана ұлттық қана емес, бұл нәсілдікті емес, нәсілдікті де жалпы бәрін адамзат баласын қосып тұрым, жалпы адамдық бейне, адамдық бейне. Бұған нәсілдік жаңағы белгілерге монголоид, европоид, жаңағы негроид деген сияқты антропологиялық ерекшеліктерімен бөліп қарауға болмайды. Бұл жалпы адамның рухани бейнесін, жаңағы ішкі жан дүниесін анықтайтын көркем нұсқа. Сіздер осы, сіздердің портреттеріңізді біз салдық. Ата-бабаларымыз өздерінің бейнесін өйткені салдырып кетті. Біз ата-бабаларымыздың көзіне шөп салмағанымызды көрсетіп, аналарымыздың адалдығын көрсетіп, әкелеріміздің шежіре сақтап, үлгілерін дұрыс сақтап бүгінге жеткендігін көрсетіп, біз ол кісілерге жауап беріп отырған жайымыз бар. Яғни әруақтарымызбен тіл қатысып, әруақтық, кеңістіктік, саналық қуат, мөлшерлік бірлік құбылыстарында тілдесіп жатқанымызды сіздерге жеткізіп отырмыз. Яғни бұл кеңістік көзге көрінетін құндылық, мүліктік, яғни заттық үлгіде сіздердің алдарыңызда тұр. Сондықтан қуаныңыздар. Бізде ата-бабаларымыздың әруағы риза болсын, қуансын, тегіміз бар екен, жоғалмаған екен деп. Осы жол, яғни тектіліктің жолы, нұсқасы. Енді бүгін өздеріңізге қарап көріңіздер. Сіз өзді портреттеріңіз, бұл портреттерді сіздер өз үйлеріңізге сақтап қойыңыздар, бала-шағаларыңызға көрсетіңіздер. Себебі өйткені сізден туған бала да осындай күнде жарқырап тұру керек. Сізден туған ұрпақтар да осылай күнде жарқырап тұру. 4000 жыл өтіп, 5000 жыл өткенде де тура осы мәнді өзгертпеуіміз керек. Осыны сақтап, осыны біз өзгеге көрсетіп үлгі алуымыз керек, насихаттауымыз керек. Сонда бұл қалай болады дегенде, құрметті өлімет, біз сізге бүгін осы негізгі кейіпті образдық бейнелеріңізді көрсетіп отырмыз. Осы мәселеде сіздерінде көп нәрсені біз егер де сурет өнерін, бейнелеу өнерін түсінетін адам болатын болса, тындырғанымызды ұғу керек. Философия үлгіде, психология үлгіде, яғни тәрбиелік педагогик үлгідейміз. Жалпы адамды тәрбиелеу үлгісінде біз негізгі методикалық үлгімізді, көрнекі үлгімізді жасап қойдық. Енді оны сөйлеп түсіну өздеріңіздің ақыл саналарыңызға, шамаларыңызға байланысты. Бұл алдыңғы қадам. Яғни біз бірінші көзге көрсетіп түсіндіргеніміз өзі осы бейне арқылы сөйлеуіміз өзі үш кезеңге бөлінеді. Бірінші осы көзге көрінетін құндылық, яғни мүліктік заттай құндылығымызды көрсетіп отырмыз. Осы негізде біз сөйлесіп отырмыз дейміз сіздерге. Екіншісі, біз рухани көзге көрінбейтін құндылық туралы әңгімелейміз келесі жолы. Сөйтіп біз жалпы үшінші кезең болады. Үшінші кезең биодинамика, биосана, яғни бірлігін анықтайтын құрылымдарды көрсетіп сіздермен әңгімелесеміз. Яғни біздің бүгінгі көрсетіп отырғанымыз осы бейнелеу өнер, бейнелеу негізінде ұсынылып отырған нұсқа үлгісінде аяқталады. Бұл бірінші кезең. Енді ойланып қараңыздар. Жалпы ғалымдар таңғалып қалуы мүмкін. Бұл қалай, бұл қиялмен соғып отыр деп. Қиялмен соғып отыр деп айта алмайды, себебі біздің нақты нұсқамыз бар. Яғни сол 2,5 жыл бұрын осындай аталарымыз әруақтық болмысты игергендігін көрсетіп тұр. Бәрін бағындырып, бәріне басшы болып. Бүгінде міне жоймай бүгінге жеткені көрініп тұр. Бүгінгі оны көрсетемей жеткен жағдайымыз өйткені құлтабандардың жол кесуі, алдыға шығармауы мәселесі болып тұр. Сонымен ғалымдардың, тарихшылар, басқалардың бұл қалай, бұл қияли дүние деп, таза этноцентризм деп, яғни ұлтшыл деп айтуға бір негіз болатындай бір нәрсе табуға тырысуы мүмкін құлтабан ғалымдар. Біз оларға ойлаймыз, ол негіз таба алмайды деп, себебі олардың арқа сүйейтіні бір ғана формулалық, бір
хронологиялық жүйе бар. Адам санасының рухани дамуы, эволюциясы, былайша айтқанда рухани даму деп айтады ғой. Яғни Құдайды тану деген мағынаға келтірейікші. Құдайға тану олар негізі осы сол замандарда ең басында табынатын адамдардың үлгісі фетишизм болған дейді бірінші. Содан кейінгі одан жоғарырақ деңгей анимизмге өтті деп айтады. Бұл ғылыми терминдер, мен оның бәрін қазір түсіндіріп айтсам уақытымыз жетпей қалады. Оны оқып өздеріңіз көресіздер. Сол үшінші кезең одан жоғарыдан тотемизм деп айтады. Яғни өздеріңіз білесіздер тотемизм неге табыну керек екенін, табынғандықты айқындайтынын. Сол төртінші кезеңді культизм дейді. Культизм деген кезде жаңа әруақтарға, атаулардың әруақ сол кезде табыну сол кезде басталды деп айтады. Осы жаңа біз мынау көрсетіп отырған кезеңге жатқызады. Содан кейін барып одан кейін яғни Құдайға таласу әрекеттері ғой, пантеизм дейді. Яғни көп құдайлардың табыну әрекеттерін айтады. Онда өздерінің нұсқалары бар, кітаптарда жазылып жатқан жағдайлар. Бұл жерде тағы қызық. Содан кейін ең соңғысы монотеизм дейді. Ең сондықтан жоғарғы деңгей бүгін жетіп отырмыз дейді. Бүгін жетіп отырған монотеизм дегені мынау діндердің бір Құдай тануы дейді. Яғни діндер қараңыздар, монотеизм болатын болса, діндер бір Құдай танып отыр ма? Біз құтабандықтың жолы осы жерде анықталатынын біз айтып отырмыз. Бұл алтақ деңгейде табылу үлгісі мүмкін емес. Біз бұны әлі айтамыз, бұл қызық болады. Яғни бүгін монотеизмде, яғни монотеизм дегеніміз не? Барлық адамзат баласы бір Құдайға табыну әрекетін айтады. Яғни қазір солай болып отыр ма? Исламға табыну әрекет бір Алла деп жазып қойғанбыз кітаптарында. Аллах деп жазады. Біз Алла десең де ол кісілер үшін бәле қаласың бүгінде. Аллах деп айтады, кітапта солай жазылған деп айтады. Яғни Аллаха бір Құдай. Христианство, Иса пайғамбар екінші Құдай. Будданың айтты әлемдік діндер деп отыр ғой енді. Ол бір Құдай, сонымен үш Құдай болып отыр ғой. Олар кітаптарына жазылып қойғаннан кейін олар қалай бір Құдай болады? Адамзат баласы біріккен жоқ қой. Бұл әр діндер шашылып жатыр. Ал оның ішінде тармақталып шығатындар да ұлттық діндер қалай, мысалы біз өткен жолы айтып өткен адамдарды еске түсіріп сіздерге ойланыңыздар деп айттық. Міне осылардың бәрін қарап отырсақ, құрметті әлеумет, әлі мешатақ жағдай шешілмей жатқан жұмбақтар көптігін көресіздер. Сондықтан бұл мәселені біз батыл түрде айтамыз. Әруақтық болмыста ғана бұл монотеистік үлгі анықталады не екенін. Ол жа анықталып тұр. Сіздер біздің әңгімемізді басында бастасаңыздар, біз қалай бастағанымызды көрдіңіздер. Тек біз осы жақсы қасиеттерді айттық. Арылық, тектілік жолында ғана Құдай танылады дедік. Монотеизмдік үлгі болады дедік. Адамдарды біріктірді. Яғни біздің оның үлгісі ретінде біз алдарыңызда кемел адам бейнесін көрсетіп отырмыз. Осы мәселе көпті айтып отыр. Осы негізде ғана, арылардың негізінде ғана, жаңа әруақты адамдар негізінде ғана анықталады. Сонда ғана адамзат бір Құдайға сену үлгісін ұғынады, табады. Ал қазір әртүрлі құдайлар, діндердің өздері шашырап, әртүрлі құдай, яғни бөлініп, өз құдайларын айтып бір-бірімен айқасу үстінде. Яғни құтабандар бір-бірін мойындату үшін соғысып жатыр. Бір-бірін жақтырмай жатыр. Жер бетінде кішкентай ғана кемеміздің үстінде, аяулы кемеміздің үстінде қырылысып, төбелесіп соғыс ашып жатыр. Маза бермей жатыр. Ал кемеміз жарылса, біз кеңістікке ауып, бұлай босып кетеміз ғой. Жер тірегімізден айырылғаннан кейін адамзат баласының жан иесінің жолған сұлуына. Міне осы мәселені айтып отыр, құрметті әлеумет. Біз сіздерді құттықтаймыз. Сіздердің бейнелеріңіз осындай әдемі, осындай болуға тырысайық. Сол үшін де бізге ойлаймыз, өз тараптарыңыздан түсініп қараңыздар. Тіпті болмаса жақсы түсініп оқысаңыздар, рахметіңізді айтуларыңызға болады. Яғни суретшілік кәсібіміздегі біздің жеткен жетістігіміз биік осы деп ойлаймыз. Яғни бұл суретшілік кәсібін біз жаңа өнер ағымында біз әлі жалғастыра беретін жаңа жобамызды айттық. Осы жобамыз арқылы біз осындай күн адам бейнесін өздеріңіздің үлгілеріңізде, өздеріңіздің болмыстарыңызда сомдап шығамыз. Сөйтіп рухани бірлік негізін жасаймыз, құтабандардан арыламыз деген идеологиялық бағыт. Бұл біздің ұлттық идеологиялық үлгі. Оны анықтайтын біздің туымыз, тарихымыздың бәрін көрсететін үлгіміз шығып қойды. Көрдіңіздер. Енді бұдан дары тереңдеп оқынатын болсаңыздар, біз әңгімемізді жалғастыра береміз. Құрметті әлеумет, бүгінгі әңгімеміз осымен аяқтала тұрсын. Аман сау болып тұрыңыздар.